Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге фруктовая нарезканың ең оңай түрін жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі банан, алма, апельсин немесе лимон, киви және жүзімдер. Барлығын жақсылап жуып, тазалап аламыз. Ең бірінші алмадан бастаймыз. Алманың қақ ортасынан екіге бөліп, ішіндегі керек емес, яғни тұқымдарын бәрін алып тастап тазалап аламыз. Одан кейін тағы екіге бөлеміз. Және де дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай соңына дейін кеспей, ортасына дейін дұрыстап жұқа қылып, қатты жұқа болмауы керек. Дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Кесіп болған алмамызды дәл осылай жылжытып, артқы жағын кесіп тастаймыз, өйткені тарелкаға қойған кезде түзу қойылуы керек. Және де дәл осындай бір алмадан 4 штук шығады. Дәл солай төртеу істейміз. Одан кейін келесі алманы қақ ортасынан бөліп, дәл осылай видеода көрінгендей кесіп шығамыз. Үшінші алмамызды да дәл солай тазалап алып, жай ғана жұқа қылып кесіп шығамыз. Келесі кезекте бізде кивиді пышақтың ұшымен дәл видеодағыдай үшбұрыш қылып кесіп шығамыз, айналдыра кесіп шығамыз екі кивиімізді де. Және бөлгеннен кейін видеода қарасаңыздар өте әдемі болып шықты. Одан кейін лимонымызды алып қақ ортасынан бөліп, майдалап, турап шығамыз. Бізде соңғысы ол банан. Бананды қатты майда қылмай, 4-4 қылып кесіп шығамыз. Жай ғана ол бізде әдемілік үшін керек. Дельфин жасамаймыз, себебі бізде қазір дельфин трендте емес. Келесі кезекте барлық туралған жемістерімізді жинақтап шығамыз. Видеодағыдай жасап шықсаңыздар болады. Осымен біздің фруктовая нарезкамыз дайын. Үй жағдайында жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Маған лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар.